Қайырлы күн, құрметті Сертин форум YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлы жеңістің 80 жылдығына арналмақ. Біздің бүгінгі студияның қонағы белгілі тарихшы Сауран Қалиев. Сәлеметсіз бе, Сауран аға? Жалпы тарихшы ретінде осы жеңіс деген сөздің астарын сіз қалай түсінесіз? Кез келген мемлекеттің елдің қалыптасуында бұл шайқастар болады. Ал сол шайқастардың ішінде жеңіспенен оралу, ол ұлт үшін, мемлекет үшін баға жетпес адамзаттың ең бір құндылығы деп бағалаймын. Бұл енді бізге осы екінші дүниежүзілік соғыс, жалпы сол вақыттағы 15 одақтас республика үшін бұл кәдімгідей ұлы отан соғысы болды. Енді қазіргі таңда тарихтан хабары жоқ десем де болады. Кейбір азаматтарымыз бұл соғыс екінші дүниежүзілік соғыс, бұл жеңістің біздің ұлтқа, мемлекетке деген пайдасы шамалы деген сияқты жансақ пікірлерде болып жүр. Бірақ енді дәл сол соғыста, сол вақыттағы біздің ата-бабаларымыз қаншама ерлікті көрсетті. Қан майданда көзсіз ерліктерді жасады. Одан қала берді тыл еңбеккерлердің еңбегінің өзі неге тұрады. Сондықтан бұл жеңіс мен үшін адамзаттың ең биік құндылығының бірі болып есептелінеді. Жалпы осы жеңістің 80 жылдығына, ұлы жеңістің 80 жылдығына біздің Жамбыл облысында қандай шаралар атқарылып жатыр? Өткенде мен сізге хабарласқанымда осы жөнінде аудандарды аралап жүрінде дедіңіз сапарды. Білесіздер ме, мемлекет басшысы осы ұлы жеңіске байланысты 4-ші Бурабайдағы өткен Көкше жеріндегі құрылтайда да назар бөлдірді. Былтырғы Атыраудағы өткен жеңісте де мемлекет басшысы осы жеңіске деген мемлекеттік қамқорлық жасауды атап өткен болатын. Әсіресе биылғы өткен құрылтайда бұл ұлы жеңісті республикалық деңгейде атап өтуге Қазақстанның әрбір азаматы бейжай қарамауы керек және тыс қалмауы керек деген болатын. Сондықтан қазіргі таңда осы бағытта Жамбыл облысының әкімдігі арнайы жоспар дайындады. Осы іс-шараның өтуіне байланысты өкіметтің бекітілген іс-шараның жоспары бар. Соған сәйкес Жамбыл облысында да бірқатар жұмыстар қолға алынып отыр. Әсіресе Жамбыл облысы көлемінде осы ұлы жеңіске байланысты ер есімі ел есінде деген тақырыптағы жерлес жауынгерлерге орнатылған 244 ескерткіш бар. Облыс бойынша? Облыс бойынша шалғайдағы елді мекендерге дейін осы кезінде, одан кейінгі мынау 70 жылдықта, 75 жылдықта, 60 жылдықта орнатылған ескерткіштер саны. Енді біз осы мониторинг жұмыстарын жүргізіп, осы ескерткіштердің қазіргі жай-күйі, оның сақталу деңгейі және осы 9 мамырға қарай ұлы жеңіс күніне орайғы мерекелік іс-шараға дайындық барысы қандай болып отыр. Сол туралы зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Нәтижесінде 105 ескерткішке ағымды жөндеу жұмыстары, яғни ескерткіштің тарихи келбетін сақтай отырып, ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет екендігі белгілі болды. Міне кеше ғана біз тағы да сол аудандардағы ескерткіштердің жай-күйімен танысып келдік. Біршама жұмыстардың бәрі ілгерілепті. Атап айтатын болсақ, мынау Жамбыл ауданы, Меркі ауданы, Қордай аудандары, Шу ауданы, олар уже сол ескерткіштерді мерекелік іс-шараға дайындап қойды. Ал енді кейбір аудандарымыз салғырт қимылдап жатыр, дегенмен де барлығы осы 1 мамырға дейін, одан кейінгі 5 мамырға дейінгі аралықта бүкіл ескерткіштердің бәрін қалыпқа келтіріп, айналасындағы жаңағы абаттандыру жұмыстары, әрлеу, жөндеу жұмыстары сияқты жұмыстарды қолға алып отыр екен. Жергілікті әкімдікке арнайы тапсырма берілді, және ол кісілермен де сөйлесіп, біз әрбір ескерткішке жанашырлық танытуымыз керек деген сондай бір ұсыныстар айтылды. Ол ескерткіш кімге керек? Ол ескерткіш бізге керек, және бізден кейінгі өскелең ұрпаққа керек. Сондықтан да бұл ескерткіштен әрбір қазақстандық бейжай қарамауы керек деп ойлаймын, жанашырлық таныту керек. Ескерткіш әрқашанда адамдар менен мемлекеттің қамқорлығына мұқтаж. Біз сондықтан да оған ерекше көзқараспен қарауымыз керек деген ойда болдық. Жалпы мынау қазақ әскерлері майдан даласында ғана емес, тылда да еңбек етті, өте ауыр еңбек етті. Енді сол қазір қаншалықты деңгейде бағаланып жатыр? Оларды санаулы қалды ғой қазір? Әрине, қазір санаулы қалғаннан бұрын ол кісілер де дүниеден озып кетті басым көпшілігі.
шын мәніндегі ұлы жеңісте осы Алматы қаласында Қазақстанда жасақталған 316 атқыштар дивизиясы сол уақытта Кеңес одағының жүрегі болып табылатын Мәскеу қаласын қорғап қалды. Оны тарихта Панфиловшылар дивизиясы деген атпен белгілі болды. Өзіміздің жерлесіміз Бауыржан Момышұлының осы жердегі жасаған ерлігі, көзсіз ерлігі бүкіл Майдан даласына сол уақыттағы 15 одақтас республикаға тараған болатын. Бұл біздің осы жамбылдық, әсіресе қазақстандық жауынгерлердің сондай бір ерлігі. Енді қазіргі таңда бұл ерлік соншалықты көптеген зерттеулерді талап етеді. Әлі де ашылмай жатқан ақтаңдақтарымыз өте көп. Архивтік деректерді әлі де болса біз сол Ресей жеріндегі мынау қазіргі Санкт-Петербург, Мәскеудің, Орынбордың, одан кейінгі мына Белоруссияның көптеген архивтерінен, Минскінің архивтерінен іздестіруіміз керек сияқты. Бұл кісілерге қатысты тарихи деректерді. Сонымен қатар енді Майдан даласында бұл ер азаматтарымыздың ерлігі болып жатса, Майдан даласынан тыс жердегі тыл еңбеккерлерінің де ерлігін біз жоққа шығармауымыз керек. Олардың да ерлігі сол Майдан даласындағы жауынгерлердің ерліктерімен пара-пар деп бағалауымыз керек. Бір ғана тарихи деректердің өзіне көңіл бөліңіздер. Майдан даласындағы атылған 10 оқтың 9 оғы осы қазақ жерінде, Қазақстанның оңтүстік аймағында өндірілген. Бұл да сол тыл еңбеккерлерінің ерлігі. Одан кейінгі мынау қазақ даласындағы әрбір қазақ отбасының, қазақ қызметкерлерінің, жұмысшыларының, шаруаларының ерлігін жоққа шығаруымызға болмайды. Майдан даласындағы жауынгерлерге азық-түлікпенен, киім-кешекпенен, әсіресе мына қыстың қақаған аязындағы суық уақыттарда жылы киімменен қамтамасыз етудің өзі бұл да бір үлкен ерлік деп бағалануы керек. Жалпы мынау соғысқа қатысқан, еңбегі еленген батырларымыз жайлы біз жиі айтамыз. Ал соғыстан оралмаған, жаңа өзіңіз айттыңыз, сол тарихтың ақтаңдақ беттеріне сіңіп кеткен, олар жоқ, туған туыстар, бауырлар іздесе де артынан әлі таппай жүргендер қаншама. Жалпы солар туралы қалай не айтуға болады? Ол іздестірілу жұмыстары жыл бойы жүргізіле ме, әлде тек жеңіс жақындаған кезде ғана бұл жұмыс қолға алына ма? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Бұл сол Майдан даласындағы із-түзсіз кеткен, я болмаса жаңа қара қағаз келіп Майдан даласында қайтыс болған біздің ата-бабамыздың әлі осы күнге дейін белгісіз болып кеткендері қаншама. Қазіргі таңда осы соңғы бір 10-15 жылдың көлемінде Әли Бекқұлы деген азаматымыз бар. Мынау Тұрар Рысқұлов ауданы Қарақыстақ ауылында тұрады. Өзі белгілі ұстаз, ардагер ұстаз және өлкетанушы. Сол кісі қазіргі уақытта осы Ресейдің, мына Белоруссияның, одан кейінгі мына Украина жеріндегі, сол жердегі жаңа еріктілерден құрылған осы соғыс даласында қайтыс болған жауынгерлердің қабірін іздестіру топтарымен бірлесе жұмыс жасап, жалпы Жамбыл облысы көлеміндегі, Жамбыл облысын қоя берді, мына Қазақстанның оңтүстік аймағындағы Түркістан облысы, Қызылорда, Алматы облысы көлеміндегі көптеген белгісіз кеткен жауынгерлердің аты жөндерін анықтады, нақтылады, және солардың ұрпақтарын қазіргі таңда сол жерге апарып, олар сол қайтыс болған әлгі жауынгерлердің зиратына барып, дұғасын жасап, және сол жердің бір уыс топырағын өзінің кіндік қаны тамған туған жеріне әкеп жерлеп жатқандары қаншама. Сондықтан бұл тек қана бір азаматтың жасап жатқан еңбегі біздің Жамбыл облысындағы. Ал енді алдағы уақытта да біз ойлап отырмыз, қазіргі таңда Ресей Федерациясымен де, Белоруссиямен де, Украинамен де, осы Қазақстанның арасында осындай бір меморандумдарға қол қойылған, сол ортақ жеңіске ерлік жасаған азаматтарды бірлестіріп іздестіру жұмыстарын жүргізуге байланысты. Мен енді ойлап отырмын, сіз өте дұрыс айтып отырсыз, бұл тек қана осы бір ұлы жеңістің мерекелейтін 9 мамырдың ғана аясында қалмауы керек. Ол жыл 12 ай, жыл бойына созылатын жаңағыдай бір арнайы экспедициялар болса. Шындығында да қазіргі таңда әр өңірден, сол өз өңірінен Майдан даласында қайтыс болған боздақтарына арналған, соларды іздеуге арналған арнайы экспедициялар жасақталып шықса,
оның ішінде жаңағы еріктілер болса, содан кейін мемлекет аралық қолдаулар болса, бұл енді бір үлкен сауапты іс болар еді. Әрине. Яғни біздің осы қазіргі жастарымыздың, осы зерттеуші ғалымдарымыздың, өлкетанушыларымыздың азаматтық бір парызы, міндеті болып саналар еді. Енді алдағы уақытта мүмкін ондай экспедицияда құрылатын шығар деген үміттеміз. Енді ол жауынгерлерді біз іздемегенде оны кім іздейді? Әрине. Ол кімге керек оның ерлігі? Өйткені өзінің туған еліне, туған жеріне, туған ұрпағына керек. Сондықтан әрбір азамат осы тұрғыда кішкене жанашырлық танытып, парасаттылықпенен осы іздеу жұмыстарын жүргізуге қолдау көрсетсе деген ойдамыз. Жалпы бір сарбаздың тағдыры тұтас ұлттың тарихы дейді. Осы тарихшы ретінде, ұлт жанашыры ретінде осы бір арманда кеткен сарбаздардың, баласынан айырылған ананың сондай тағдырлардың бәрін өзіңіз зерттеп жүрсіз, көріп жүрсіз. Соның бір өзіңізде жүрегіңізге бір ауыр алған, өзіңізге бір қабылдаған бір фактімен бөлісе аласыз ба тарихшы ретінде? Бөлісеміз, ол қалай бөліспеске. Мысалы, біздің өзіміздің ағайынды аталарымыз Майдан даласына аттанды. Енді біздің үш атамыз соғыс даласына барған. Солардың екеуі елге оралды дағы, біреуі із-түзсіз Майдан даласында қалды. Ол енді ең бастысы бұл жердегі енді үйленбеген боздақ қой. Майдан даласында қалды. Ол ең ауыр тигені оның анасына болды. Сол дүниеден анасы өткенге дейін сол баласын күтумен өтті. Келіп қалар деген сияқты. Ал енді тура сол өзінің баласынан, перзентінен айырылған аналардың тағдыры, трагедиясына байланысты мынау Алтынбек Қоразбаевтың орындап жүрген Қара кемпір. Қара кемпір деген қос бірдей ұлынан айырылды. Артында ұрпағы жоқ. Сонда сол бір ананың зары, мұңы. Бұл енді тек қана бір кейіпкермен ғана сол уақыттағы өзінің жарынан айырылған, өзінің перзенттерінен айырылған аналардың тағдыры бір өлеңмен ғана көрсетіліп тұр. Бұл ұлттың, халықтың, ананың трагедиясы ретінде бағалауымыз керек. Әрине бұл жеңіс оңай келген жоқ. Сондықтан да қаншама бала әкеден айырылды. Қаншама жар өзінің күйеуінен, жарынан айырылды әйелдер. Қаншама ана өзінің перзентінен айырылды. Бұл жеңістің бағасы оңай бағаланбайды. Бұл енді шын мәніндегі адамның өмірін қию арқылы келген соғыс қой. Сондықтан мен енді сол бір ғана өзіміздің отбасымыздағы болған тарихи сәтпенен мен бөлісіп отырмын. Мысалы, менің өзім атам сол 41-ші жылы Майданға аттанып, 45-ші жылы тамыз айында соғыстан оралды. Ол сол Германияда соғыс аяқталғаннан кейін бірден оларды Харбинге, Квантунның армиясымен жапондармен соғысуға сояққа жіберген. Сояқтан кейін барып осы елге оралып келді. Кейіннен келгеннен кейін жаңағы апамыз, о кісі кеткен кезде, Майданға кеткен кезде апамыз кәдімгі жесір қалғандай болған. 5 жыл, мысалы, сол Майдан даласында жүріп, елге оралу. Ол келгеннен кейін де осы ауыл шаруашылығының, елдің экономикасының дамуына үлесін қосты, дүниеден өткенге дейінгі аралықта. Сондықтан бұл жеңістің бағасы үлкен деп ойлаймыз. Сауран аға, осы жеңістің құрметіне тамаша әндер жазылды, қаншама кітаптар жазылды, кинолар түсірілді. Бірақ сізге өзіңіздің жүрегіңізді бір шымыр еткізетін осы қай туынды? Баукеңнің шығармасы Бауыржан Момышұлының. Бауыржан Момышұлының шегінерге жол жоқ артымызда Москва. Бір ғана сол Баукеңнің шығармасы бүкіл Майдан даласында қазақтың ерлігін көрсетті. Сондықтан ол шығарманы оқып отырған уақытта
қазақтың қайтпас азаматтарының көзсіз ерлігін, бұл енді сол ата бабамыздың жауынгер халық болғандығын, олардың жаңағы бір берілген уақытта берілген тапсырманы егжей-тегжейіне аяғына дейін жанқиярлықпен орындау сәті. Деген Бауыржан Момышұлының да айтқан жақсы сөзі бар. Әрбір жауынгер ол ерлікті жасайым деп жасамайды, ол өзін қорғап жүру барысында ерлікті жасағанын да байқамай қалады деген дүниесі бар. Сондықтан қазақ жастары ол баяғы мынау ұлы далада салтанат құрған түркілердің, сонау сақтардың ұрпағы жауынгер халық. Бұл ерлік деген шын мәнінде келген кезде Мәскеуді сақтап қалған осы қазақтың жасақтары. Бұл жерде біз енді қазіргі уақытта Әлияменен Мәншүкті бөліп қарауымызға да болмайды. Биыл өзі Әлияның туғаны 100 жыл болып отыр, 100 жылдығы биыл. Мәлік Қабдуллиннің 110 жылдығы, Бауыржан Момышұлының 115 жылдығы. Сондықтан да бұл жердегі ерлікті біз мойындауымыз керек. Қазақ қыздарының ерлігі, бұл тарихқа белгілілері ғана. Досманбетованың ерлігі, Хиуаз. Ал енді қаншауы әлі күнге дейін өзінің тарихтағы бағасын ала алмаған қазақ жауынгерлері менен қыздарының ерлігі бар. Алдағы уақыттарда бұл да тарих сахнасынан көрінеді деген ойдамыз. Жалпы қазір мынау осы екінші дүниежүзілік соғысқа көп елдер басқаша қарай бастады. Бұл тарихты қайта жазу ма, әлде бұл жеңісті ұмыттыру ма? Қалай ойлайсыз? Бұл тарихты қанша бұрмаласа да, ол тарихи оқиға, ол тарихтың қойнауына тарихи оқиға ретінде енді. Оны өзгертуге қақымыз жоқ. Әрине, бұл қазіргі таңдағы мынау геосаяси жағдайларға байланысты, қазіргі Ресейдің ұстанып отырған саясатына байланысты, тағы да бір жағдайларға байланысты, бұл екінші дүниежүзілік соғыс, бұл жерде жаңағыдай қазақ халқының өзге ұлттардың қатысы жоқ деген сияқты бұрмалаулар болып жатыр. Жоқ, олай емес. Бұл әрбір оқиғаның өзіндік сол уақыттағы саяси орны болады. Енді сол уақыттағы дәл сол Майдан даласында 41 жыл мен 45 жылдың аралығындағы саяси жағдайға келейік. Бұл жерде саясатты ойлау, ұлттық мүддені қою, немесе жаңағыдай дербес бір мемлекет ретінде болып кету емес, бұл жерде бір ғана мақсат, бір ғана мүдде болды. Әр ұлттың тағдырында, әр мемлекеттің тағдырында сол уақытта. Қалайда бұл соғысты жеңіспен аяқтау. Бұл қай жағынан зерттелсе де, бүгінгі күнге дейін бұл екінші дүниежүзілік соғысты да және Ұлы Отан соғысында зерттеп жүрген ғалымдарымыз жеткілікті. Ал біз неге сол зерттеуші ғалымдардың, академиктеріміздің еңбектерін жоққа шығаруымыз керек? Ал әрбір сол уақыттағы жүргізілген зерттеулердің барлығы да белгілі бір тарихи деректерге сүйенді, архивтік деректерге сүйенді. Соның нәтижесінде сондай мұралар қалды бізге. Біз оны неге жоққа шығаруымыз керек? Сондықтан да әрине тарих жазылып жатқан кезде кез келген тарихшы сын көзбен қарауы керек. Бірақ дегенменен осындай адамзаттың тағдырындағы елеулі тарихи оқиғаларға қастандық жасауға болмайды. Ол сол күйінде жазылу керек. Ал енді мемлекеттің саяси жағдайына келген кезде ол өзгеше дүние болады. Мынандай бір айтылған ұлылардың сөзі бар. Кез келген отарланған елдің тарихын отарлаушы ел жазады деген. Ресей өкіметі кезінде, Ресей патша өкіметінің кезінде де, кейінгі соның мұрагері болып қалыптасқан Совет үкіметінің кезінде де бұрмалаулар болды. Ол енді халыққа жасаған қиянат та болды. Бірақ бұл соғысты біз бұрмалауға, яки болмасқа бір басқа да көзқараспен жазуға болмайды. Себебі бұл соғыста біздің ата-бабамыздың қаны төгілді. Осы болашақ ұрпағының бейбіт өмір сүру үшін сол Майдан даласында шайқасты. Мысалы, Баукеңдердің сол кездегі саяси көзқарасы болсын, басқасы болсын, Бауыржан Момышұлының өкпе аз да болды. Көзқарасы саяси сауатты азаматтар болды. Ал бірақ бұл соғысты
Жаңада айттым, тағы да қайталап айтамын, тек қана бір мақсат, бір мүдде соғысты жеңіспен аяқтау болды. Бейбіт өмірді сүру мақсатында болды. Жалпы бейбіт күннің бағасын соғыстан қайтпағандармен өлшейміз деген бір тәмсіл бар. Осыны қалай түсіндіресіз? Оның формуласы бір ғана дейіне. Сол жеңіс жолындағы қаза тапқан әрбір жауынгердің бұл қанымен келген жеңіс. Қанмен жазылған тарих, қанмен жазылған бейбіт өмір. Сондықтан әрине боздақтардың есімдері ол әрқашанда зерттеліп, ұрпағы бағасын беру керек. Бағасын бергенде солардың ерлігін бағалауымыз керек. Ол біздің азаматтық міндетіміз болып саналады. Сондықтан да бұл әрбір боздақтың ерлігі жоғары болу керек, бағалану керек. Әсіресе сол майдан даласында қалған боздақтардың ерлігімен бағалану керек. Бұл кездейсоқ айтылған тәмсіл емес, ол бір белгілі бір деректерге, тарихи оқиғаларға байланысты айтылған шынайы ой деп бағалаймын. Жалпы осы 80 жылдықта не өзгерді? Жалпы жеңіс ұғымына деген халықтың көзқарасы қалай? Ұрпақтар ауысады. Ол тарихта, уақытта бір мезетте тұрмайды. Уақыт өте келе, уақыт емші. Бәрі ұмыт бола бастайды. Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ деген адамзаттың қағидаты бар. Сондықтан ұрпақ ауысқан сайын, алыстай берген жеңіс те, оның тарихи оқиға ретіндегі де бұлай алып қараған кезде халық жалпылама ұлы жеңіске салғырт, атүсті қарайды. Қазіргі жастар әсіресе. Ол рас. Жеңіс болған, 9 мамыр, яғни жеңіс күні. Жақсы деген оймен ғана қалады. Ал енді тек қана сол оқиғаны зерттеп жүрген зерттеуші жас ғалымдар ғана оған сын көзбенен қарайды. Оның бағасын береді. Өйткені ол зерттеп жүр оны. Енді жоғарғы оқу орындарының қабырғасында жүрген әсіресе мынау жас тарихшы жастарымыздың өзі, сол диплом жұмысын тағы басқаны жазған уақытта көптеген деректерге сүйеніп, көптеген сұрақтарды қойып, зерттеу жұмысын жүргізеді. Ал енді жалпы халықтың арасында бұл күн өткен сайын ұмыт болып қалып бара жатыр ғой. Сондықтан жаңағы біз айтып отырған көзге көрініп тұрған ескерткіштерді дұрыс бағалауымыз керек. Тек бұл ескерткіштерді сол 9 мамырдың аясында ғана әрілеп, сол уақытта ғана тағзым жасаудың қажет жоқ. Оған жыл бойына осындай бір қамқорлық жасап, әсіресе өскелең ұрпақты жиі, мысалы сол ұлы отан соғысының тақырыбын өтіп жатқан кезде, сол тарих пәнінің мұғалімдері әрбір ауылда қазір ескерткіш бар. Соның басына барып, соның қасына барып, осы тарихи оқиғаны айтса, деймін менің өз ойым енді, жеке пікірім. Және сол жерде әрбір баланың өзінің атасының жерленген туралы, солардың аты жөні жазылған тақталары бар. Сол жерден өзінің атасын көрсетсе, мына жерде сенің атаң тұр, сенің атаң осындай соғыста, осындай ерлік жасап қайтыс болған, міне соның есімі тасқа қашалып жазды. Сол кезде барып кішкене жастар ойлануы мүмкін. Менің атамда бұл ерлік, бұл соғысқа өз үлесін қосқан екен ғой, деген сияқты. Бұл жерде жастарды отансүйгіштікке, азаматтыққа, ерлікке баулудың нағыз көзі осы ғой деп ойлаймыз. Әсіресе қазіргі уақытта ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде сол жерлес жауынгерлердің, боздақтардың ерліктері туралы ақпаратты көбірек таратсақ. Жаңағы жасанды интеллекті деген қазіргі уақытта бір трендке айланды. Жастар ортасында өте жақсы таралып жатыр. Мысалы, сол жерлерде жаңағы Бауыржан Момышұлының ерлігін жасаса, мен енді жаңағы әлеуметтік желіден байқаймын, ол жерде шығарып жаңағы әлемдегі алпауыт мемлекеттердің мемлекет басшыларын шығарып, соларды дәріптеп жатыр. Өте көп просмотр болып жатыр, қаралымы көп. Ал енді тура сол сияқты жасанды интеллектіменен неге Ыбырайым Сүлейменовті шығармасқа, осы жамбылдық жерлес жауынгерлерден Бауыржан Момышұлын шығаруға болады.
тағы Саду Шәкіровті шығаруға болады. Сол сияқты атай берсек өте көп біздің жерлестеріміз. Болмай қалғанның өзінде өзінің аталарының да сүйреттері бар ғой. Сол сүйреттеріне жаңағыдай дүниелерді жасап шығарса, жасанды интеллектіменен. Мен ойлаймын, ол да бір қазіргі жастардың сол бір ерлікке, бабаларының ерлігіне тағзым ету деп бағалауға болады. Міне осындай бір жастардың қоғамның қабылдайтындай ақпараттық құралдардан насихат жұмыстарын көбірек жүргізсек, сол дұрыс болар ма деген ойымыз да бар. Енді жаңағы жалпы әулиеата кітап оқитын өңір деп, бұл енді үлкен бір жылды беріп сөйтіп жатырмыз ғой. Дей тұрғанменен сол кітапты оқып жүргенмен жастарды көріп жүргенім жоқ. Жоқ деп те айта алмаймын, бірақ бар ішінде, бірақ некен саяқ. Әр жерден бір әйтеуір көрінеді. Бұл сол кітаптарға да сол кісілердің ерлігін тағы бір қарап шыққан дұрыс сияқты. Сол қазіргі мына қоғамның, мынау жастардың талап тілегіне қарай жазылса, солай орындалса деген ойдамыз. Сонан кейін сол кісілердің ерлігіне байланысты жаңағыдай бір әндер жазылса, патриоттық әндер әсіресе, жастардың жүрегін селт еткізетіндей, кішкене ой тастайтындай жүрекке, сондай бір болса деген ойымыз бар. Бірақ ол да жұмыстар жүргізіліп жатыр, дегенменен осы бір 9 мамырдың аясында ғана қалып кетеді. Енді Сауран аға, камерадан қорықпай, біреулер ертең пікір айтады ғой, сынайды ғой деп қорықпай, шындықты айтайықшы. Момышұлының өзіміздің жерлесіміз даңқты қолбасшы 100 жылдығын осыдан 15 жыл бұрын атап өткен кезде халық наразы болды. Өзінің деңгейінде, Бауыржанның деңгейінде аталып өтілмеді деді. Жалпы өз батырларымызды дәріптеу үшін не үшін біз имендік? Әлде бұл биліктің жіберген қателігі болды ма? Әлде жергілікті халық қабылдай алмады ма? Әлде бұқаралық ақпарат құралдары дұрыс насихатай алмады ма? Халықтың наразы болған рас. Бауыржанның деңгейінде тойланбады 100 жылдық деді. Бұған пікіріңіз қандай сіздің? Бауыржан Момышұлы бұл тарихи тұлға. Тарихи тұлға. Бұл ұлттың мақтанышы. Қазақтың маңдайына біткен ғасырларда бір келетін ұрпақ. Сондықтан бұндай ерлікті жасаған, шындыққа тік қараған, ақиқатты өзіне мақсат еткен азаматтардың тойлану мерекесі кей жағдайларда биліктің де жіберілетін олқылықтары бар. Оны мойындауымыз керек. Мойындауымыз керек, ол расында да. Ал енді шынайы жасаған ерлікті, бұл жерде жасандылық жоқ, жалғандық жоқ. Бауыржанның ерлік жасағаны рас қой. Рас. Ең соңғы болып, одақ тарағаннан кейін Кеңес одағының батыр атағын алған адам. Бұл жерде тұңғыш президент Назарбаевтың да еңбегін жоққа шығаруға болмайды. Мысалы, сол кісінің араласуымен мемлекеттік деңгейде Баукеңнің ерлігін алынды, бағаланды. Кеңес одағының батыр атағын ең соңғы болып алған біздің жерлес батырымыз, жауынгеріміз. Бірақ ол Кеңес одағының батыр атағын алмаса да, халықтың арасында Баукең батыр атанып кетті. Халық бағасын берді. Сол уақыттағы саяси жүйе бергісі келмеген батыр атағын халық берді. Енді қарап көріңізші, кейбір батырлар бар. Халық арасында ат аталмайтын батырлар бар. Ал Бауыржанның атағы, ол шынайы өзінің ерлігіне берілген халықтың берген аты. Батыр Бауыржан, батыр Баукең деген сияқты. Бір Баукеңнің құрметінің өзіне қараңыз. Сол 45-ші жылдан кейінгі, мынау 50-ші жылдардан бастап алайықшы, 50-ші жылдардан бастап ер азаматтардың статистикаға жүгінетін болсақ, Бауыржан есімі қаптап кетті. Ол деген сөз не? Әрбір сол дүниеге келген ер баланың атына заты сай болып, Баукең сияқты батыр болсын деген құрмет. Мұны құрмет жасап отыр. Сондықтан бұл жерде алдағы болатын Баукеңнің
Баукеңе қатысты мерекелік іс-шара болатын болса, бұл жоғары деңгейде аталып өту керек. Кеше сол құрылтайдың өзінде де мемлекет басшысы атап айтты. Мынау республикалық деңгейде атап өтілетін іс-шаралардың қатарына Бауыржан Момышұлының 115 жылдығы, Мәлік Ғабдуллиннің 110 жылдығы, Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы енгізілуі керек деді. Республикалық деңгейдегі өткізілетін мәдени іс-шаралардың қатарына қосты. Үлкен акцент қойып отыр. Үлкен салмақ қойып отыр. Одан кейінгі бұрынғы әлгі ерлігі үшін берілетін мынау әскерилер арасындағы марапаттар бар, медальдар мен ордендер бар. Қазір соғының өзіне де беріп қойды. Бауыржан Момышұлы атындағы жаңағы әлгі белгі, төс белгісі. Одан кейінгі жаңағы Әлия Молдағұлованың аты да бар, аталды. Одан кейінгі жаңағы Талғат Бигелдиновтың атындағы, сол сияқты Рахымжан Қошқарбаевтың атындағы деген сияқты сондай бір марапаттар беріліп жатты. Сондықтан Баукеңді біз бағалауымыз керек жоғары. Иә, республика бағаланады. Республиканың кез келген елді мекенінде Баукеңнің атындағы мектептер бар. Баукеңнің атындағы көшелер бар. Тағы сол сияқты құрметтің бәрі жасалынып жатыр. Ол республика көлемінде аталып өтеді. Бірақ біз сол республика көлеміндегі өңірлерден өзгешеленуіміз керек. Себебі ол біздің жерлесіміз. Неге біз жасқануымыз керек? Өткен бабамыздың ерлігін жастар арасында, халық арасында насихаттаудан. Әсіресе Баукең туралы ерлікті кез келген қазір жастардан сұрасаңыз айтады. Иә, Бауыржан Момышұлы, иә, ол ерлік жасады, иә, біздің жерлесіміз деген сияқты дүниелер бар. Бірақ әлі сол өз деңгейінде жүріп жатыр деп мен айта алмаймын. Оны жаңағы анау мектеп бағдарламасына сол Баукеңнің биылғы 115 жылдығы. Міне осы деңгейде ол аталып өтілу керек. Мектеп бағдарламасында осындай іс-шаралар көбірек өту керек. Сонан кейінгі мектеп жарысындағы балалардың арасында театрландырылған сахналық көріністер болу керек. Олар сол Баукеңнің ескерткішіне бару керек. Мынау тұрған Жуалыдағы Баукеңнің өзінің мемориалдық музейіне бару керек. Аралау керек, көрсету керек. Міне соның барлығын біз ұйымдастыруымыз керек. Соның барлығын жаңа құзырлы басқармалар бар, мекемелер бар, соның бәрін айналысу керек деп ойлаймын. Сонда ғана барып Баукеңнің жаңағыдай бір концерт қойып, Баукеңнің туған күнін атап өту деген шектелмеу керек. Яки болмаса Баукеңнің жаңағы бір ескерткішіне гүл шоғын қоюмен шектелмеуіміз керек. Кәдімгідей 15 жыл болса, 115 жыл болып отыр биыл. Сол жыл бойына аталып өтілу керек сияқты. Одан кейін мына жоғарғы оқу орындарының арасында, содан кейін Құдайға шүкір қазір мынау ерлік мемориалдық кешенінде Жеңіс саябағының ішінде Баукеңнің еңселі ескерткіші тұр. Міне сол ескерткіштің айналасында да жаңағыдай мәдени көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру керек сияқты. Әсіресе мынау ерікті жастардың арасында осы дүниелерді көбірек қолға алса деген ойдамыз. Рахмет. Енді Сауран аға, сізге соңғы сұрақ. Тарихшы ретінде жеңістің құдіретін бір ауыз сөзбен қалай сипаттайсыз? Жеңіс деген ұлы сөз ғой. Соны тарихшы ретінде өзіңіз қалай түйіндейсіз? Сол ерлік, сол жеңіске қатысқан ер есімі ел есінде мәңгі қалу керек. Мәңгі жадыда болу керек. Ол ұмытпауымыз керек. Ол күн сайын ол одан ары қарай әлгі ұмыт болуда емес, керісінше ұлықтауды болса деген ойдамыз. Ұлықтауда болса сол әрбір азаматымыз, сонда ғана біз ұлы жеңістің халық арасында тарихтағы шынайы бағасын берер едік деген ойдамын. Рахмет. Бүгінгі біздің өте әсерлі естеліктермен өрілген сұхбатымызда өзінің мәресіне жақындап қалды. Бейбітшілік болсын десең, соғысқа дайын бол дейді. Дегенмен әлемде соғыс болмасын, қазақтың көк туы төмен түспесін, елім деген ерлер аман болсын. Алаш серттен таймасын.